Саламатсыздар ма? Қайырлы кеш. Достар, қалайсыздар? Ауру сырқаудан, өлім жітімнен амансыздар ма дейтін болдық қой қазір. Көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күйді түсіруге болмайды, я? Неше күн шықпай кеттіңіз? Неге? Кеше малдың күні шықтың ғой, по-моему. Саламатсыздар ма? Ертең кешке сағат 22:00 басталады. Уж сабаққа тіркелу жүріп жатыр. Боянып алған жоқпын, бетімде эффект. Басқа эффект қояйын ба? Міне. Новый эффект қандай екен? Бұл кішкене ақ қып көрсетеді екен, я? Мынау қандай екен? Мынау кірпік жапсырып қояды екен. Мынау қандай екен? Бұның маңдайда мынандайсы бар, алып тастайық. Шүкір, жақсы өзі. Маған осы ұнайды. Әдемі істейді. Бірақ мынау ерін жасалынған сияқты эффект береді екен, байқайсыздар ма? Вот, мына ерінді алып тастап, міне, обычный ерін болып қалады. О, кірпік. Мынау қандай екен? Осы мынау жақсы екен, я? Бөлі табиғи екен. Аллахым разы болсын, сізді көргеніме қуаныштымын. Рахмет. Рахмет, Гүлдана. Бейсанадан санаға деп аталатын ертең біздің сабағымыз басталады. Жақсы эффект келсін. Сабаққа тіркелу жүріп жатыр. Сабаққа тіркеп қыздар үлгермей жатыр, бірақ бәріңізді тіркемей сабақ басталмайды. Бұл сабақ әйел азаматтарға бала тәрбиесіне қатысты көп ақпарат берілетін болады. Емізулі баласы бар, аяғы ауыр келіншектер, тұрмысқа шықпаған қыздар қатысса болады. Емнені қойсаңыз да әдемісіз дейді. О, Маматова, Ұлжан. Менің қырғыз оқырмандарым. Ханым Зоп туралы. Әдемі жаңағы. Эффектің бәрі әдемі, я? Инстаграмнан болады. Я, приложениеден қатты қиналып кетті барлығы. Түсін алмай қалдық, көре алмай қалдық дегеннен кейін Инстаграмнан қойып қойдық. 3000 теңге сабақты. 2-3 қыз қосылып қатыссаңыздар. Бағыңызға қатысқалы жатыр, машаллах. 2-3 қыз қосылып қатыссаңыздар болады. 2-3 қыз қосылып 1000 теңгеден болып, бірақ бір парақшадан ғана кіргізесіздер. Бір чекпен бір парақша ғана қосылады. Өз парольдарыңызды берсеңіздер болады. Рұқсат. Сізге сұрағым бар. Қойсаңыз болады. Өзіңізді әдемісіз ғой дейді. Өз әдемілігімізді өзіміз қабылдай алмай қалған халге жеткенбіз ғой қазір. Шарфыңыз қайда дейді. Жасыңыз нешеде? Айтшы дейді. Боқтамасаңыз айтам, жасым 43-те. Сізді көргеніме қуаныштымын, рахмет. Бақыт Пазылов, Қырғызстандан сәлем. Жоң, рахмет. Жақшынақай деген қырғыздарда сөз бар. Жақсы дегенді жақшынақай дейді. Артық салмақтан қалай арылуға болады? Айтыңызшы, уайымнан ба? Білмеймін, уайымнан ба. Бірақ артық салмақтың психосоматикасы бар негізінде. Мысалы үшін қараңыздар, жүрегі тыныш адам, ойы тыныш адам бет албатты тамақты жей бермейді. Тамақ жеп отқан кезде, мысалы үшін, тойғанымыз білмей қаламыз. Яғни мы не контролируем. Миымыз анау 3 жыл бұрын өтіп кеткен жігітімізде примерно соған өкініп отырасың да. Ойымыз ана болашақта, ертең не болады, қарыздан қалай құтылам, кредиттен қалай құтылам. Көзіміз тамақта, қолымыз тамақта, ми анда, ой мында, не жеп не қойғанды білмейсің. Әлбетте сен бір кусок нан жағып жеймін десең, бір бауырсақ жей салам десең, миың анда тұрғанда қанша бауырсақ жегенін білмей қаласың. Ешкім білмейді тамақ жеген кезде, қанша манты жедім десе білмейді. Мен 2-ақ манты жедім, 3-ақ манты жедім айта алмайды. Қанша жедім дейді. Өйткені ой мында ғой. Негізі манты деген мінәнде ол шемішке емес қой, я? Күріш емес ол. Мантын жеген кезде білуге болады негізінде. 3 манты жеймін, тоямын негізінде, я? Бірақ ой, ми бәрі шашыраңқы болғаннан кейін ойда, жаңа айтып отырсыз, уайымнан ба деп. Ну, примерно сол сияқты ойдың бәрі жан-жаққа шашырап кеткен кезде біз не контролируем сабақты. Мысалы үшін, қараңыздар, тамақ жегенде адам рахаттанады.
егер өмірде алатын ләззаты аз болса, мысалы үшін өміріне көңілі толмаса, қаржылық қиналыста жүрсе, анада мынада деген сияқты проблема. Тамақ жеу арқылы ләззат алады да, тамақты неғұрлым көбірек жесем, көбірек рахаттанам, көбірек ләззат алам өмірден деген сияқты. Опять же, ол мына уайымның бәрін жоқ қылып жібермейді, уақытша алдау ғой. Кішкентай баланы тамақ жемейді, тәтті жеп отырып, өз-өзін алдап мәз болып отыра береді ғой, қанша болсын кәмпит жеп. Примерно сол сияқты ғой үлкен адамның тамақ жегенде. Маржан хайыр стилист, кеше тексерілсем, кистамда миома да жоқ, рахмет, Аллах разы болсын, емделіп жүріп сабағыңызға қатысқам, күшті, керемет әсері болды. Алла шифа берсін, вообще ауырмаңыздар. Маған стақандағы су техникасы көмектесті, салмақ түсіруге көмектеседі. Және сіздің 28 күн ғажайып техникадан приседаниямен ыстық су мощно, супер дейді. Молодец, молодцы. Маған сабаққа қатысады да, өткенде бір келіншек айтады, Айнұр ханым, сіздің эфиріңізге бір қыз шықты дейді. Сөйтіп айтты, 4 кредитінен құтылдым, псориазымнан жазылып кеттім деп. Қалай айтады, мен де сіздің 4 сабаққа қатысқан, бірақ түк нәтиже болған жоқ. Мен айттым, қай техниканы орындадыңыз? Мен ештеңе орындаған жоқпын дейді. Дәптеріңіз бар ма десем, жоқ дейді. Дәптер не үшін керек? Әй, шырағым, сен сабаққа қалай қатысасың? Сабаққа қатысқанда айтамыз ғой, дәптерлеріңіз болсын, өз мақсаттарыңызды жазып үйреніңіздер, ойларыңызды жазып үйреніңіздер, алған инсайттарды жазып үйреніңіздер деп айтамыз ғой. Ал енді сабаққа қатысып тыңдаушы, концертке келіп тыңдайсың ғой. Концертте екі түрде, иә, мысалы үшін біреулер тыңдайды, біреулер рахаттанады. Біреулер мысалы үшін концертті просто так тыңдамайды, сөзін қарап отырады, сөзін кім жазған, әнің бәріне мұқият қарап отырады. Өйткені ол концертке түйсіну үшін келеді. А біреулер уақыт өткізу үшін. Көрейікші, Қайрат Нұртастың тұрғанда екен, әйелі шығам екен деген сияқты. Сол сияқты сабаққа қатысқан кезде егер әшейін қарай салам десе, ол болмайды. Тұрмысқа шықпаған қыздарға бұл. Адамның бәріне, баланың, мысалы қараңыздар, маған тұрмысқа шықпаған қыздар, мен қазір міне экзистенциалды психотерапияны оқып жүрмін ғой. Осы кездегі сабақтарды ойлаймын да, қызымды қатыстырып жатыр. Мен қызыма қатыс деймін да, өзім ойлаймын. Мен осының бәрін тұрмысқа шықпай тұрып білгенімде ғой деймін. Элементарный бала емізу мен ананың мен баланың емшек емінің арасында қандай психологиялық байланыс бар екенін білмегенім қандай өкінішті. Баламызды ұрып тәрбиелеу арқылы қандай қателіктер жасағаным қандай өкінішті. Сол үшін тұрмысқа шықпаған қыздар, қой жігітім қайда, тұрмысқа шығам дегенше қайда, жоқ. Сіз сабаққа қатысуыңыздың өзі тұрмысқа шығуға уже қадам. Мен тұрмысқа шығуға дайындалып жатырмын. Сол үшін маған бала тәрбиесі өте керек. Мен болашақ анамын. Ой, бала туғанша қайда деген адам, ол ана болып жарытпайтын адамның сөзі да. Мысалы үшін менің қызым, мен оны көп ұрғам, қаталдықпен тәрбиелегем, жазалай бергем. Неге сен Бегланға қарамайсың? Неге сен мынаны жуып қоймадың? Елдің сен сияқты қызы бүйтеді, сен сияқты қызы сөйтеді. И получается, бала травмированный уже, да? Енді қараңыздар. Қазір менің қызым айтады да, мам дейді да, ол тұрмысқа шықпаған. Мен кейін баламды мынандай көйлектер алып берем дейді. Мен бұрын болсам айтатым, оттамашы, қайда қалды, мен күйеуге тиіп аш дейсің ғой. Мынандай көйлек алып берем. Мен баламды плаванияға берем. Мен қызымды биге берем. Бұл не? Бұл стремление ана болуға. Болашақ баласына уже жауапкершілікпен қарап жатыр да. Біз өйткен жоқпыз. Біз қыз кезімізде баламды бүйтем, киіндірем деген жоқпыз. Миымыз істеген жоқ, білім жоқ, түк жоқ. Тупо үйлендік и тупо тәрбиеледік да. Ер азаматтар қатысуға бола ма? Жалпы адамгершілік қарым-қатынас ол еркек әйел деп талғамайды, ол бәріне керек деп ойлаймын. Иншалла мен қатысамын сабағыңызға, әр сабағыңызды жібермей қарап келе жатырмын. Өзгерістер көп, шүкір. Үй, машина алмасам да өзімде өмірге деген жақсы өзгеріс көп, мощно. Маржан Полатова, рахмет. Мен вообще результат көрдім дейді ғой. Мысалы үшін, Айнұр ханым, сабақтан кейін результат қойдым, мен машина алдым, үй алдым. Дүнияуи нәрсені жасау өте оңай. Сен миың арқылы өзің дайын болсаң болды, өте оңай негізінде. Ол сіздер үшін қиын сияқты. Бірақ мен бір нәрсені көрдім. Үй бар, машина бар, бірақ бақыт таппай жүрген адам көп. Сол үшін мен үй алған жоқпын, машина алған жоқпын, бірақ өзімде өзгеріс көп деген нағыз результат осындай болады. Жүректің тыныштығы. Маған Мадияр Ашкеев деген чемпион бар.
чемпион мира болған, өте үлкен достижение жасаған мықты қазақтың боксер жігіт қазір Америкада тұрады. Мен бір сабағымды жібермей қатысады. Сонда мен айтамын ғой, маған айтады, Айнұр әпке, сізге Алла разы болсын. Енді менде аудиоларда көп, оны жібермей ақ қояйын. Алла ақшасын төлеп қатысады, бауырым болса да төлеп қатысады. Мен айтамын, Мадияр, не үшін рахмет айтып жатырсың, қандай нәтиже бар десе, маған айтады, Айнұр ханым дейді, Қарлығаш екеуміздің отношениямыз керемет болып кетті дейді. Бұрын енді семья болғасын қазір мүлде ұрыспаймыз дейді. Екеуміз мақсаттарымызды жазамыз, бірге отырып армандаймыз, балаларымызға бірге қараймыз дейді да. Вот результат қандай болу керек та. Біздің махаббатымыз күшейді, бір-біріміздің қадірімізді білдік. Вот результат осындай болады. Елі инфоны шығарып тастайын, қазір отыра жүріңіздер, сосын мына бір хатқа жауап бере саламын. Я ипотеку закрыла. Ура, рахмет сізге. Әсем Нұрдулла. Алла берекет берсін, Әсем. Мысал үшін мынандай да қазақтың сөзі бар ғой. Бір кедейдің баласы қарным ашты деп қатты жылап отырса, байдың баласы келіп айтады дейді. Неге жылап отыр қарным ашты деп? Қарным ашса үйіне барып балшақ жемейді ма депті да. Кедейдің қайғысын байлар түсінбейді мысалы. Мен бір дипломат туралы әңгімемді айтып бердім, тікелей эфирде айттым ау деймін. Біз мектепте жүрген кезде дипломат ұстау моды болды. Менің қатты арманым болды дипломат ұстау. Сосын қаладан келетін әпкем болсын, басқа болсын, маған дипломат әпер деймін. Дипломат қатты қымбат дүние, мен маған оны ешкім әпере алмады. Сол біздің үйде кішкентай андай чемодан болды да, 4-1 чемодан. Енді баламын ғой мен. Сол чемоданды дипломат қылып мектепке ұстап барғанмын ғой сабаққа. Ойлаңызшы, дәу чемодан, ішінде 2 кітап. Пустой. Кәдімгі. Лениннің ұстап жүретін. Қазір ойласам. Сонда бәрі мен мазақтап күлген ғой. Сабаққа чемодан ұстап кепті деп. Мынау кедейдің жүрегіндегі мұңды әлбетте байлар түсіне алмайды. Мысалы, Айдың нұры қорында туралы біз саламыз, отбасы, баспанасы жоқ. Біз уже 10 отбасына баспана беріп қойдық. 10 емес, 12 отбасыға баспана алып бердік. Айдың нұры қоры. Альхамдулилля, жылдың аяғына шейін 60 отбасыға алып береміз деп отырмыз. Қазір Түркияда мына Айдың нұры қорының атынан, өзімнің атынан, тағы бір мұсылман жамағаттарының арқасынан ауа жұтатын дәрі береміз дедік қой кеше. Дәріні көп бермейтін болдық, өйткені дәріні өткізу өте қиын болып жатыр. Сол үшін біз Айдың нұры қорының атынан кислородный аппарат, 23 түк аппарат кіргіземіз Қазақстанға. Иншаллах 20 аппарат кіргізіп, региондарға соны таратып береміз деп отырмыз. Ой, Диас, қалайсың? 12 отбасына үй алып бердік, кешегі Әліби деген бала бар ғой, жазықсыз сотталып жатқан. Сол балаға Айдың нұры қорының атынан 1 миллион теңге тағы бердік. Сіздің психолог деген мамандығыңыз бар ма? Бар. Психолог деген мамандығым бар. Коуч деген мамандығым бар. Групповой тренер деген мамандығым бар. Менің отбасым арақтың себебінен бұзып жатыр. Түсінем. Благодарю вас за все. В такое тяжелое время вы даете уверенность нам, дейді. Дольче Габбана, дейді. Қандай әдемі парақша, рахмет сізге. Рахмет. Мен егер сенімділіктеріңізді оята алсам, әлбетте мен қуанам. Сондықтан Алла сізге разы болсын. Мен сіздің сабақтарыңыздан жүрек тыныштығын таптым. 5 уақыт намаздамын. Ой, керемет. Сіздің бір ауыз сөзіңізді әсер етті, сізді жақсы көремін. Камила Ақбаева, қалайсың? Алла разы болсын. Әліби ақталып шықса екен дейді. Енді Алла жар болсын, дұға жасап қоямыз. Сол балаға қордың атынан 1 миллион теңге беріп жатырмыз. Оны мені айта алмай, мен бердім деп. Өйткені оның демеушісі халық, сіздер беріп жатқан. Біз жай ғана соны ұйымдастырып қана отырған адамдармыз. Мына прикреплено деген номерде WhatsApp жоқ қой, сабағыңға қатысайын деп едім. Қазір проверим. Неге жоқ? Бағлан, мына номерде WhatsApp жоқ деп жатыр ғой. Сабаққа қатысудың ең оңай жолына келін. WhatsApp-тың түкке керек жоқ. Мына қараңыздар. Мен парақшама кіресіздер, міне. Таплинкті басасыздар. Болды. Мына реквизиттің кез келгеніне 3000 теңге лақтырасыздар да. Бейсанадан санаға деп аталатын парақшаға чек жібере саласыздар. Болды. WhatsApp-тың түкке де керек жоқ. Сіздерді қосады. Бәріңізді қоспай сабақ басталмайды. Естеріңізде болсын.
Я соны ұйымдастырып жатырмыз. Ертең қазір біз заказ беріп жатырмыз. Сәтжан екеуміз 20 кислород аппарат. Ауа жұта алмай қиналып жатыр дейді бізде. Тіпті мен оңтүстік жақта жаман газ баллондарды пайдаланып жатыр ма? Бір жаман жаңа бір суретті көріп шошып кеттім. Айдың қорына Алла разы болсын. Я сондықтан сондай 20 аппаратты Қазақстанға иншалла өткіземіз деп отырмыз. Сіздің дайректі админіңіз отырады ма, Айнұр апа дейді. Админ отырады, я. Намазды бастап кетудің жолын айтыңызшы. Намазды сұрап бастап кетесіз, болды. Оның басқа жолы жоқ. Намаз оқудың техникасы жоқ, қыздар. Аллахым жүрегімдегі иманымды күшейтші. Мен махаббатпен намаз оқитындай иман берші маған деп дұға қылсаңыз, спокойно. Мен қазіргі таңда кредитімді қалай жабатынымды білмеймін. Басым қатып кетті. Не істесем екен, жұмыс карантинде отырмын. Біріншіден, кредит деген сөзді аузыңыздан алып тастаңыз. Жоқ. Депозит деген сөзге ауыстырып алыңыз. Менің депозитім бар. Өйткені біздің аузымыздан шыққан сөздің хадис бар ғой, сөзде сиқыр бар дейді. Қазақ айтады, тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады дейді. Сондықтан ауыздан шыққан сөзді байқамаса, ауыздан көп шығатын сөз ол тағдырыңа айналып кетеді өміріңе. Кредит, Құдай, кредиттен құтыламай қойдым, кредитім бар. Депозит деген сөзге ауыстырыңыз. Депозит деген. И миыңызды қарызы жоқ адам сияқты ойлауға үйретіңіз. Ну, кішкене қиындау, конечно. От всех чемкенцев вам огромное благодарю за помощь. Рахмет. Түркияда тұрмаймын, уақытшамын. Сабақ ертең басталады. Менің жолдасыммен ажырасып жатырмын, арамызда үш баламыз бар, шаршап кеттім, не істесем болады. Не істеу керек екен, тек өзіңіз шеше аласыз. Тек өзіңіз шеше аласыз. Мен арақтың кесірінен бұзылып жатыр отбасым, не істеймін? Мен білмеймін да қаншалықты ауыр екен жағдайларыңыздың. Қаншалықты не себеп болып жатқанын білмегендіктен сізге ештеңке айта алмаймын, өкінішке орай. Өзіңіз сараптаңыз, арғы бергісін. Истихара деген дұға бар, интернеттен көріп алыңыз. Сол истихара дұғасын оқып алсаңыз, егер ажырасу керек болса, сол ажырасу туралы түс көруіңіз мүмкін. Одан сайын көп ұрыс кетуіңіз мүмкін. Алла тағала неше түрлі белгілер беріп көрсетеді өзі. Өкініш өзегімді өртейді. Неге, не болды сізге? Қарақалпақстаннан, уалейкум ассалам. Алла разы болсын, сізді жақсы көремін. Рахмет. Бейсаналы түрде болатын миымыздағы қорқыныштар, бейсаналы түрде болатын миымыздағы үрей, паника, өкініштер, осы туралы жұмыс жасаймыз. Ата-анамызбен байланысымызды жөндеуге не істеу керек, соны мен үнемі айтамын ғой. Мысалы үшін бір адамдар болады, жолы болғыш, иә. Бүкіл әлем не болатса да оның жолы болғыш. Бәрі бар, отбасы жақсы, өзінің көңіл тыныш, тып-тыныш жұмысын жасайды. А бір адамдар болады, не отбасында дұрыс емес, не күйеуімен проблема, не баласы тілін алмайды, енесімен қырылып атады, қарыз кредит мына жақтан қысып атады. Яғни волна ғой, өмір ақ пен қарадан тұратын сияқты, мынау позитивный волна и негативный волна. И қай волнада жүргеніңізге байланысты. Біз сол негативті волнадағы адамдарды сүйреп әкеп позитивке кіргіземіз. Жақсы ойлауға үйретеміз, жақсы сөйлеуге үйретеміз, адамдармен дұрыс қарым-қатынасқа үйретеміз. Қорқынышты қалай басамыз? Иә, қорқынышты қалай басатынын айтамыз сабақта. 28 күнді бастап едім, күйеумен ұрысып қалдым. Қайта бастауым керек па? Конечно. Күйеумен ұрысып қалсаңыз, енеңізге сөз қайтарып қойсаңыз, балаңызды ұрып тастасаңыз, ол дұрыс болмайды. Біз 28 күн бойы техниканың мақсаты не? 28 күн бойы тыныштық, ұрыс керіссіз тыныштық өмір сүруге арнап, өзімізді жақсы көруге арнап, өзіміздің жүрегімізді, түйсігімізді тыңдауға арнайтын күн. Ал егер біз айқайлаған кезде біз жүрегіміз, түйсігімізді біз уже шайтанды тыңдап тұрамыз. Адамдарды шайтан ғой ұрыстыратын, жаман ой сап тұрады, екі ортаны бұзып тұрады, мысалы үшін ұрысуға итеріп тұрады. Адам өз түйсігін, жан дүниесін тыңдамағанда шайтанды тыңдауға мәжбүр болады. Бітті, ол кезде күйеумен ұрысады. Күйеумен ұрысып қоя салмайды. Ешқашан адам бір адаммен ұрысып қоя салмайды, естеріңізде болсын. Бір адаммен ұрыстым, ол обязательно продолжение. Обязательно енемен, баламен, қайын-сіңлімен ол жалғасады. Я ғажайып 28 күн сабақта айтылады, әрине. Ғажайып 28 күн техникасы арқылы потокқа кіргендер енді өте көп қой. Результаттар мощный. Бір қыз бала атын айтпайын, өйткені ол қыздан мен тікелей эфирде айтуға рұқсат алған жоқпын. Өмірінде самолетқа мініп көрмеген қыз. Оңтүстік Қазақстанның қызы, 19-дағы қыз.
самолетқа да мініп көрмеген. Содан маған хат жазады: Айнұр апай, Айнұр әпше, то есть сіздің сабағыңызға қатысқым келеді, менің арманым шетелге шығу дейді. Мен айтамын: оп оңай ғой, сабаққа қатыс, мақсатыңды қой, ғажайып 28 күнде кіре аласың ба? Кіре аламын дейді. Садақа бере алмаймын мен бірақ дейді. Садақа бере алмаймын. Сосын айтты: мен мамаңнан 3000 теңге ала аласың ба дедім. Сөйтсем: ала аламын дейді. Мен айттым: 3000 теңгені 100 теңгеден бөліп қой дедім. 30 күн болады 100 теңгеден. Бөліп қоясың ба? Болып қалай аламын. 100 теңгеден өзіңнің классыңдағы құрбыларың арасында жағдайы төмен отбасыға бере аласың ба десем: 100 теңгені менсінбей қоймай ма дейді. Ол сен үшін, егер саған менсінбей қойса 100 теңгені дедім, сен сол 100 теңгеге келетін печенье алып қой, шоколад алып қой, сөйтіп күн сайын соған беріп отыр, күн сайын беріп отыр дедім да. О, давайте деп сөйтті. Бір печенье, сосын бір конфет келеді екен 100 теңгеге деп. Сөйтті да жаңағы қыз мақсат қойған. Сөйтеді да бұның өзінің ауылындағы көршілерінің бір қызы Астана қаласында тұрады екен. Солар шетелге көшетін болған, Дубайға көшетін болған, күйеуі сауда істей ма бір нәрсе. Сөйтетін да оның 2 жастағы баласына нянка керек болған. Сөйтіп хабарласып мына қызды сол жаққа алып кеткен 3 жылға. Сол маған айтады: Айнұр апай дейді, ғажайып 28 күннің 8-ші күнінде мен дейді 19 жыл армандаған, мен даже Астананы көрмеген қыз, самолетқа мініп көрмеген. Мен аяқ астынан кетіп қалдым Дубайға дейді да. Айнұр ханым, менде ашу тез келеді, сабаққа қатысыңыз. Біз бірден жазуды туа салып жазып кеткен жоқпыз ғой, үйретті ғой бізге соны. Біз туа салып тамақ істеп кеткен жоқпыз, біз үйрендік. Нанды қалай илеуді, тамақты қалай істеуді үйрендік қой. Сол сияқты адаммен қарым-қатынасты да үйрену керек, сол үшін мақсат қоюды да үйрену керек. Ой, мен өзімде білем осылардың айтып жүрген, оттайды осылар деген әңгіме болмайды. Бәрін үйрену керек. Сабақ не үшін керек? Не үшін сабаққа кеше естіп отырсыздар 12 рет түпсанаға қатыспын дейді. Не үшін адамдар қатыса береді? Өйткені алатын дүниесі болғансын. Әйтпесе еріккен ба қайта 3000 теңге төлеп 1 сағат 3 күн сабақта 3 сағат уақыты, бұл 3 сағаттық өмір. Мен мысалы қазір отырмын, иә, міне 20 минут бойы сабақ сіздермен тікелей эфирде отырмын. Мен 20 минут өмірім өтіп жатыр менің. Дәл қазір өмірімнің 20 минуты сіздермен өтіп жатыр, түсінесіздер ме? Яғни сабаққа төленген ақша 3 күндік. Бұл 3 сағаттық, күн сайын 1 сағаттан сабақ болады. 3 сағаттық өмірлеріңіз ол. 3 сағаттық уақыттарыңыз. Осы уақытты сіздер өздеріңіз үшін арнап жатсыздар. Көп адамдар айтады: мен сабақ ақшаны төледім, бірақ қатыса алмай қалдым. Не үшін сен қатыса алмайсың? Сен либо өзіңді бағаламайсың, не ақшаңды бағаламайсың. Мен мысал үшін сіздер үшін 1 сағат өмірімді арнап, 1 сағат уақытымды арнап сабақ айтып отырмын ба? Неге соны пайдаланбайсыздар? Яғни сіз өзіңізге мынау қажет емес, мен сіздер үшін кеп тұрмын ба? Мына адам біз үшін сабақ беріп отыр ғой. Мен бұған ақшамды төледім ғой, адал ақшамды. Мен қатысайын деген ой жоқ та. Ақшасын төледі де қатыса алмай қалдым. Одан да жаңағы туған күнге барайын, көрші үйге барайын, моншаға алып қайтайын. Ұйықтап қаптым. Вот бұл адамның өзіне деген құрметінің жоқтығы, өзін бағаламайтындығы, өзін дамытуға атсалысқысы келмейтіндігін білдіреді. Дамып жүрген адам деген қандай? Бұл деген мынау бұлақты қарасаңыз әппақ мөлдіреген сап-салқын керемет су сергітетін ағып атады да. Бір ауылдың айналаларында шалшық тоқтап қалған сулар болады, жаман иіс шығып тұрады, ешкім жоламайды, ешкім. Мынау дамымайтын, оқымайтын, ізденбейтін адамның ақылын тыңдамайтын адамдар сол су сияқты. Мен өзімде болған сондай период. Айтыскер ақынмын. Кешке шейін көркем әдебиет оқимын, айтысқа дайындалып жүргенде мен элементарный адамдармен қарым-қатынас білген жоқпын. Өйткені ондай сабақ болған жоқ, ондайды маған ешкім үйреткен жоқ. Мен айттым: мынау өзімнің туыстарымның ішінде, атын атап түсіністі мен анамен араласпаймын дедім. Өйткені мен оған ренжулімін. Ол маған ренжіткен, мен оны кешірмеймін. Ал сен оны кешір. Аллах өз бәрін ретін келтіреді. Ол саған берілген сондай сынақ болатын. Адамдарды сен кешірмесең өмір сүруге қабілетсіз болып қаласың деп маған ешкім айтқан жоқ примерно. Осы сабақта тек қана мен спикер. 3 күн бойы мен өзім жалғыз спикер боламын. Богатый всегда учится, дейді, бедный и так все знает. Супер. Супер. Осыдан 6 жыл бұрын ба, 7 жыл бұрын ба менде бір қыз істеді, көмекші болып. Бір 2 ағай істеді. Жағдай төмен отбасы болғаннан кейін енді тиын тебен салсын, тапсын деп.
алғам. Жаңағы ол кезде психология туралы өзімде білімім ештеңкем жоқ қой. Сосын адамдармен сөйлесуге, енді менің атымнан, менің айтыстарым туралы сөйлесуге не қыламын ғой. Сөйлесу білмейді да, қарым-қатынас білмейді да. Мен айтамын, ол кезде енді мен беретін айлығым 150 мың теңге болған, 150 мың теңге төлеймін. Адамдарға сөйлесесің, той туралы заказ. Елдің бәрі айтады маған, көмекшіңіз қалай жауап береді, көмекшіңіз тіл табысу білмейді дейді. Енді мен айтамын ғой, сен осындай білмейді да, енді білмейді. Және білгісі де келмейді. Сол кезде 27-те болатын. Қазір енді 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35-те жоқ. 34-те 7 жыл болды ма? Әлі тұрмысқа шыққан жоқ. Әлі солай, не жұмысы жоқ, әлі солай жүр. Мен сіз сияқты болғым келеді. Зачем мен сияқты болып? Менің копиям болған ұнай ма? Оригинал болыңыз. Сіз оригиналсыз. Сіздің көзіңіз мен сияқты емес, сіздің ойлауыңыз мен сияқты емес. Мен мысалы үшін почеркім жаман жазам. Мен мысалы үшін киім тігуге нөлмін. А сіз керемет киім тіге алатын, сіз керемет ұқыптысыз. Сіздің көзіңіз менен де әдемі. Сіз өзіңіз ерекшесіз. Сіз сияқты адам бірақ штук. Сіз оригиналсыз. Сіз ең ерекше адамсыз. Түсінесіз ба? Зачем менің копиям болып? Адамның тез жазылу үшін не істеу керек? Неден тез жазылу үшін? Сондықтан, сабаққа тіркеу жазылып жатыр. Бәріңізді қосады. Бәріңіз қосылмай сабақ басталмайды. Ертең кішкене мынандай душевный сабақтар болуы мүмкін. Сразу айтамын, 3 күндік сабақтың бірінші күні әлбетте жылайсыздар. Жылайтын жағдайлар болады. Ол бір қатыгездіктен жандарыңыз ауырып жылау емес. Бүгін төлем төлесем үлгер, конечно, ертең кешке шейін беймарал төлеп кіре аласыздар. Классно мотивируете, вы классный, рахмет. Ты родился оригиналом, не умри копией деген цитата. Ой, Ерасыл, қалайсың? Не сұрақ қоярымды ұмытып қалдым дейді. Су ішпеңізші, таңда шөлдеп жатырмын. Осы жерден ақтыңда жақсы болып қалам. Қажетіңізге жарасын, қуаныштымын. Аечка, мы ваша команда. Ну, я узнала, жаным, рахмет. Өте тез қосып жатыр осы жыл сабаққа. Да, конечно, тез қосады. Өйткені 5 қыз отырып қосып сіздерді. Бәріңіз қосып үлгереді. Дауыс жоқ емес, дауыс бар. Мына телефонда WhatsApp бар екен. Өтірік алдамаңыздар. Әркім өзіне керегін алады ғой. Психологиядан нельзя зацикливаться дейді. Келсем, өте дұрыс айттыңыз. Так. Мені қоспай жатыр. Қосады, қазір айтам. Ертең нешеге дейін төлем болады. Ертең емес, ертең 8-і кешке дейін болады төлем. Себебі ертең болатын сабақ 24 сағат сақталып тұрады. Сондықтан сіздердің әлі қосылатын қайда 2 сутка уақыттарыңыз бар. Айнұр ханым, молодец, өзім ерекше тыңдаймын. Ер азаматтар жазып жатыр. Мұхтар Ағабергенов. Алла тағала бақытты өмір сүр. Ақтөбеден сәлем. Амин. 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 Баланың тұсауын кімге кестірткен дұрыс? Сіз тұсау кесесіз бе? Өзіңіздің жүрегіңіз қалаған адамға кестіргеніңіз дұрыс ау? Мен бүгін босандым таңғы 8:30-да. Абай әсем, Аллахым бақытыңызды баян етсін. Өте бақыттысыз. Сіз қатыссаңыз болады сабаққа. Ақыры радиомда жатырсыз қазір. Менің өміріме араласа беретін туысымнан қалай құтыламын? Зачем неге араласа береді? Пусть араласын. Араласқанда үйіңіздің ішіне кіріп кетіп, ыдыс-аяғыңызды ұрлап алып кетіп жатқан жоқ қой. Значит, ваша жизнь интересна оларға. Қуаныңыз. Оның өмірі сізге қызық болған жақсы ма еді? Сіздің өміріңіздің оған қызық болғаны жақсы ма? Сондықтан қызыққанына қуаныңыз, Аллаға шүкірлік айтыңыз. Қызықсын. Значит, сіздің өміріңіз қызығуға тұрарлық. И потом, игнор жасап үйреніңіздер.
анау маған айтып жатыр, отбасыма кіріп жатыр, күйеуімен арама түсті, тиісті, бүйтті, сөйтті, алалалалала деп зацикливаться ете беретін болсаңыз, ол ушыға береді, дамып кетеді кәдімгідей. Сондықтан қабылдаңыз. Өз сондай адам болмысы жарайды. Маған қызық емес бұл өмір, шаршадым жаным сол. Өмір қызық емес, дәл осы уақыттар қызық емес болмай тұрған ғой. Түгел өмірім қызық емес деп айтпаңыз. Өміріңізде талай қызықты жағдайлар болды, талай қызықтар болды. Қыз болып қыдырдыңыз, ойнадыңыз. Мен білмеймін сіздің жағдайда ата-анаңыз бар ма, бауырларыңыз бар ма? Оның бәрімен өмір бақи таяқ жеп, көкалақ ойдай болып, жылап еңіреп жүрмеген шығарсыз деп ойлаймын. Сондықтан өмірді қызық емес дейсеңіз, одан сайын қызық емес болып кетеді. Алталашты аузына қаратқан әкем, айекем, дүние тұрғанша тұрыңыз, сіз жақсы көремін. Индира Мұхаммедкәрим, рахмет. Мақсат қоя беру деген қалай? Айнұр әпке, жақсы тынығып демалып шаршағанды басу үшін не істеу керек? Жатып демалу керек. Енем үйден сыртқа тамақ заттар тасиды. Как бороться с ней? Никак. Пусть тассын. Енеңіз үлкен адам, үлкен әйел. Оны сіз перевоспитать ете алмайсыз. Осы сабақта бұрынғы техникалар, 2 сабақ бөлек болады, 2 күнгі сабақ. Бір күнгі техникалар қайталанады. Жаңа мақсат қоя білсек болады деді ғой. Мен үнемі айтатымын, енді бұрын жаңадан кіргендер болса солар үшін айтайын. Мен кішкентай кезімнен теңізді жақсы көремін. Неге екенін білмеймін. Өмірімде теңіз көрмеген, мен ең бірінші самолетқа 18 жасымда бірінші рет самолетқа міндім. Мен даже купеге мінуге шамам болғаны өзі сол 18 жасымда ғой деймін. Оған деймін тек плацкартпен жүретінбіз. Мен даже поездың ішінде купе болатынын білмейді екем. Поездың барлығы плацкарт деп ойлаппын. Оның жаңағы есігі жабылатын жаңағы купелер болатындығын кейін білдік қой енді. Айтайын дегенім, сол кішкентай кезімнен теңізді қатты жақсы көремін. Суды жақсы көремін. Мүмкін бәріңізде бар шығар, енді жаңбыр жауып тұрғанды көп адам жақсы көреді. Суды жақсы көремін. Арық болса, біздің Мойынқұмда есіктің алдында арық ағып жатады. Мен соған аяғымды салып қойып суға қарап отырғанды жақсы көретінмін. Вот сондай бір. Сосын осы мен Зеландты оқып бастағаннан кейін осы мақсат қойып, визуализация, ол кезде визуализация екен қайдан білеміз енді. Осылай армандап бастағанда үнемі көз алдында теңіз, терезеден теңіз болып тұр. Мына жерде мен ұйықтап жатырмын, телевизор қойылып тұр, аппақ постель. Сондай бір картинканы көз алдыма қойып алғам, көз алдымда тұрады. Постоянно ойлаймын. Визуализирую. Енді міне қараңыздар, қазір өткенде де көрсеттім, тағы да көрсетейін. Мен қазір міне Стамбул қаласында тұрып жатқан. Бұл енді менің тұрақты үйім емес. Қазір сіздерге анықтап көрсетейін. Міне теңіз. Көрініп тұр ма сіздерге теңіз? Міне теңіз. Мінекей теңіз. Міне корабльдер көрініп тұр ма бәріңізге? Корабль. Міне теңіздер. Есіктің дәл алдында тұр. Мен тура осы визуализировать ететімін осылай. Ұйықтап жатам, терезеден теңіз көрініп тұрады. Міне мақсат қою деген осы. Және де мен сіздерге айтайын, осы сабақтарға қатысып қанша мақсат қойдым, орындалмады деген адам жоқ. Ол Вадим Зеландтың өзі білесіздер, иә? Әлемді өзгерткен 50 адам дейді. Бүкіл әлемді өзгерткен 50 адамның біреусі Вадим Зеланд. Енді сондай әлемге, оның трансерфинг деген кітабы білесіздер, енді ол бестселлер болған ғой. Сатылым жағынан ең көп тиражға ие болған кітап. СНГ бойынша сатылымы жағынан өте көп тиражбен сатылған кітаптар. Өйткені енді реально мощный кітап. Бірақ мен оны рекомендовать етпеймін, себебі оның ішінде дінге қарсы әңгімелер бар. Біздің қазақы менталитет келмейтін дүниесі бар болғандықтан қажетті жерін ғана алдым. Ал енді кейбір адамдар оқып оның қажетсіз былықтырып алып пайдаланып тағы да діннен кетіп қалатын жағдайлар болып қалуы мүмкін. Сол үшін мен вообще рекомендовать етпеймін. Бірақ соның ішінде осы мақсат қою туралы нақты нелер берілген техникалар. Нақты стақандағы су техникасы. Бұл жауапкершілік менде емес, бұл техниканы жасаған ол Вадим Зеланд авторы. Авторлық техникасы мен өзімнің бір үлкен глобальный целіма жасағам. Оның қандай екенін айта алмаймын. Енді
өзімнің жеке басыма байланысты. Мен 6 ай бойы сол стақандасу техникасы мүмкін емес деген нәрсе мүмкін болды. Сонда мен ойладым, деп ойладым. Құдай тағала, Аллахым дедім де, әр адамның басына миын, ойын, санасын, бейсанасын берген кезде өз өмірін өзі қалыптастыратындай мүмкіндік бізге берген екен ғой. Біздің ана иттен, құстан, мышықтан айырмашылығымыз біз ойлай алады екенбіз ғой. Ойлау арқылы өз өмірімізге өзіміз өзгеріс, бояу енгізе алады екенбіз ғой деген ой болды. Сосын мен осы дүниенің барлығын қазақыландырып қарасам, Вадим Зеландта болсын, тот же Киясаки болсын, Тони Робинс болсын, Луиза Хей, бәрінің түбін, тамырын қазып жетсеңіз, өзіміздің кәдімгі исламдағы құндылықтар шығады екен. Мысалы үшін Киясаки не айтады? Будь благодарен дейді. Джо Диспенза айтады да, благодарность болмаса, разылығың болмаса, саған вселенная ештеңке бермейді дейді. Аллах тағала не дейді исламда? Шүкірлік етсеңдер арттырамын дейді. Примерно. Сол сияқты мышық емес мысық қой деп мені жөндеп атқан кісілерді шығарып тастай салайыншы. Айнагүл жаным сау болшы. Мышық емес, ол мысық, мысық емес, мышық деп мысық үшін екеуміз қырылысып уақытымызды алмай қояйық, иә. Оның тағдыры ғой адамдар. Ол шыққан адамдар жақсы болса, күйден күйге шыға бердім. Мен туралы болады, мен тағдырым туралы болып жатыр ма? Так, кто обсуждал, қазір шығарамыз. Күйеуім маған машина салып жатқан визуализация жасаймын, қашан келер екен? Спокойно келеді. Спокойно келеді. Айгүл Қосанова, сізге қатысты сөйлеген сұхбатын көрдіңіз бе? Аффирмация өзіңнің өтірігіңе өзің сену дейді. Енді Айгүл Қосанова, сіз Айгүл Елшібаева туралы айтып отырсыз. Мен аффирмацияның авторы емеспін. Аффирмацияны мен өзім Вадим Зеландтан алғам. Мысалы үшін аффирмация деген мен өзім былай қабылдаймын. Шүкіршілік. Мен сұлумын. Мен сонда мен Құдаймен сұлу болып жаратпаған, мен түрім страшный ойбай. Аллахым, мен неге мынандай көріксіз қылдың демеймін ғой. Мен баймын. Мен баймын. 2 қолым бар, 10 саусағым бар, ұлым мен қызым бар, осынша көрерменім бар. Мен қалай кедей болам? 12 мүшелеріңіз бар, бауырларыңыз бар. Қалай кедей боласыздар? Бәріңіз де байсыздар шындап келгенде. Мә қыздар, армандаудан қорқу керек екен. Мен көйлек аламын деп жазғам қыста. Енді қарасам тоқтамай көйлектер алып жүрмін, тағы да арманым. Ми дайындалған кезде ми притягивает, иә. Мысалы үшін қараңыздар. Қазір мынан қараңыздар. Жаңа күйеуім не деді ғой? Міне сіздерге көрсетейін. Так, күйеуім көлік операторған визуализация жасап жатырмын деді ғой. Мінекей. Сол Инара ханым. Рахматуллахи баракат. Айнұр ханым, міне менің видеом. Бұл енді инстаграмға арналған видео. Сіз музыкасын тыңдасаңыз да болады, музыкамен тыңдасаңыз да бәрібір сізге ұнап деп өзім ойлаймын. Енді қазір асықпай өзімнің нәтижеге мына жерде айтыпты. Сөзім жетпей қалды, текстімді жазып нәтижеге сөзім жетпей қалды, текстімді жазамын. Инара деген менің оқырманым. 2 техника, шүкіршілік және садақа. Осы екеуін ғана шүкіршілік техникасын жасадым, садақа жасадым. Күйеуім менің отбасы құрғанымызға 15 жылдығына байланысты машина сыйлайды деп жасадым дейді. Ол сырты қап-қара машина, іші қып-қызыл кожаный салон деп жасаған визуализацияны. Жаңағы цель қойғанда. Бірақ ол кісі күйеуі қып-қызыл машина, іші қара болып шыққан, наоборот болған. Мені көресіздер. Сіздерге қалай қара болып көрініп тұр, негізі қызыл машина. Бұл емес, бұл кісінің машинасы. Міне Инара ханым. Міне қызыл машина. Вот. Бұл кісі сол нәтижелер парақшасында, бұл Инара ханымның, бұл кісіні мен танымаймын, маған осы Түркияға
менің осы жердегі сіңілілеріме хабарласып ол кісі гүл жіберіпті. Содан бұл кісі кім десем, Инара деген кісі дейді. Ол кісі кім десем, сіздің сабаққа қатысып мощный результат жасаған дейді да. Мәссаған деп, содан бұл кісі кім екен деп, сондай интересный болып, содан дайректке жазысып бұл кісімен таныстық. Сөйтсек жаңағыдай айтады да, соның алдында ғана машина алғам дейді, жаңа машина ойыма кіріп шықпаған дейді да. Бәрі рет-ретімен бола қалды дейді ғой. Айнұр ханым, ертең үлгеремін ба сабаққа? Конечно. Қазақстанда дәрі компаниясы жасадыңыз ба? Қалай дәрі компаниясында? Құтты болсын, жұғысты болсын. Достар, мынандай нәрсе айтайын сіздерге. Элементарный нәрсе айтайын. Біреудің қуанышына қуана білмеген адамға ондай қуану бұйырмайды. Мысалы үшін бала көтере алмай жүрген келіншектер, бала көтере алмай жүрген кезде біреудің бала көтеріп қойғаны жаман қабылдайды. Менші деп, мен қашан деп. Көңілі түсіп кетеді. Ал біздің бейсанамыз біреу үшін қайғырып атқанымызды түсінбейді. Мынау бала туған бұған жақпайды екен деп ойлайды. Баланы отталкивать етеді примерно. Міне сабақтың бейсанадан санаға деп аталынатын осыдан. Бейсаналы түрде болатын уайымдар, қорқыныштардан құтылудың қаншалықты маңызды екендігін айтатын боламыз. Бізге де жұғысты болсын, әрине. Маған жұғысты болады. Мен бұдан да күшті нығмет алатын болам. Алла мені қуантады, Алла мен жағдайым жасап қойған. Шамамен. Мен қуанудың арқасында Меккеге жолдама алдым. Мына Диас деген бала, мына өткенде біз тікелей эфирде отырамыз. Мен Ерасыл деген баламен тікелей эфирге шығамын да, соған умра қажылығына жолдама сыйлаймын. Жолдама сыйлағаннан кейін жаңағы Диас оны көріп отырған, сосын қатты қуандым дейді, Ерасыл үшін қуанып кеттім дейді, осы бала Меккеге бара жатыр ғой деп. И бір аптадан кейін менімен прямой эфирге шығады Диас. Біз Диасқа да жолдама сыйладық. Соны айтады да, мен Ерасыл алғанда өзім алғандай қуанып едім дейді да. Сондықтан біреу шаңырақты болама, біреу баспаналы болама, қуаныңыздар. Ал біреудің қайғысына қуанған адам, сол қайғыны притягивает. Біз не нәрсеге қуанамыз, соны өзімізге тартамыз. Біреу ажырасып кетсе, сауап бопты деп қуанамыз ғой. Иә? Бала сотталып кетіпті, күйеуі ішіп кетіпті десе, сауап бопты. Өзі де арбаңдап сөйтуші еді, кесір еді, оңбаған еді, жексұрын еді, жемқор еді. Но это не наше дело, біреудің жемқор оңбаған болғандығы. Айнұр апай, бұл қандай репортаж? Бұл репортаж емес, бұл жай ғана тікелей эфир. Аллахым ауырып жатқандардың бәріне шипа берсін. Аллахым сабыр берсін. Қай жерді ашсақ та қазір үрейленіп жүр. Көп адам үрейден, қорқыныштан да кетіп жатқан сияқты болып көрінеді маған. Әсіресе хронический диагноздар бар кісілер тез кетіп жатыр ғой енді. Өзінің жаңа бұрыннан келе жатқан ауруы бар адам әлбетте қорқып тұрады. Құдай-ай, маған ауруға болмайды, мен ауырсам бірінші кетем деп өзі дайындалып жатады да. Сондықтан әрине бұл әлемге төніп тұрған үрейден құтқару менің қолымнан келмейді. Мен өзімді құтқара алмай өткенде 38 температурамен. Мен бір бейшарамын сіздер сияқты да. Бірақ та мына телевизорды қосқан кезде ұнамайтын кино болса сіз көріп отыра бермейсіз ғой. Басқа жаққа ауыстырып жібересіз, немесе өшіріп тастайсыз. Сол сияқты біз бейсанамызда тұрған жағымсыз ойлар, уайым, қорқыныш тұрған кезде соны басқа жаққа ауыстыру, жаңа пультпен ауыстырғандай ауыстыруды осы бейсанадан санаға сабағында айтатын боламыз. Шүкіршілік техникасын Садахан қалай жасайды? Оп-оңай. Сабаққа қатысқан болсаңыз білу керек едіңіз. Қатыспаған. Менің де күйеуім машина алса ғой, алады, спокойно алады. Машина алса ғой, ондай қайда, машина деген қымбат қой, қол жетпейтін арман ғой. Конечно, қол жетпейді онда. Миыңызда ой, қайдағы деген нәрсе тұратын болса, әлбетте ол қайдағы болып тұрады. Менің де күйеуім машина алса ғой емес. Менің де күйеуім машина алады. Бұдан да күшті машина алады бұйырса. Менің күйеуім өседі. Ең жақсы машинамен жүреміз біз. Вот. Таплингті айтыңызшы деп Бағлан қылқынып жатыр. Ертеңгі сабаққа қатысу үшін таплингті баса саласыздар. Кез келген реквизитқа 3000 теңгені аударасыздар да, бейсанадан санаға деп аталатын парақшаға дайректке жібере саласыздар. Болды. Сіздердің 2 сутка уақыттарыңыз бар қосылатын. Кім деп айтшы? Мен деп адам.
каньон деген не ол? Онда өздерің барып келесіңдер ау деймін. Қазір мен кімнен сұрайын? Соны айта салыңыз, барып келеміз деп. Давай барып келіңдер. Мен капустаны қуырып кетемін онда, иә? Қоя сал, мен өзім істей саламын. Машина деген зат, үй деген ол зат, ол деген түк емес. Бізге ең қымбат өмір сыйлаған Алла. Әрине. Сертификатқа оқу қашан болатын болды дейді. Енді қазір карантин, коронавирусты берекетіміз қашып кетті ғой. Баламды үйлендірем, бірақ ниетіңізді беріп жіберсеңіз, ой, жақсы, Аллах тағала ойыңыздағыдай инабатты әппақ келіннің ақ босағаңыздан аттауын нәсіп етсін. Мені тез ақ қосты ғой, рахмет, үлкен қуаныштымын. Менің күйеуім міндетті түрде маған джип әпереді, әрине әпереді. Күйеу машина алады, менің де күйеу машина алады. Тіпсінаға қатыспай, бейсінаға бірден. Иә. Бұл екеуі шамалас сабақтар өзі. Сізді жақсы көреміз, рахмет. Таплинг тұрсақан, таплинг арқылы қосылсаңыздар, оңай тезақ қосыласыздар. Егер таплингті түсінбеймін, ол қалай болады, ұқпаймын деп жатсаңыздар, 8707 692 1868 WhatsApp нөміріне жазсаңыздар болады. Санаға қатыспай ертеңгі сабақ өте түсінікті болады, өте жеңіл болады. Мен өзім өткенде айттым, кәсіп нәсіп сабаққа айттым ғой сіздерге. Егер санаға қатыспаған болсаңыздар, қатыспай қойыңыздар деп айтам постоянно. Мысалы үшін байлық зонасы сабағына санаға қатыспай қойыңыздар деп айтам. Бұл жолы қатысыңыздар, бәріңіз қатысыңыздар. Менің күйеуім жанымда отыр, мәңгі жанымда. Әлбетте. Қайдасыз? Қайда тастап кеттіңіз оны? Бәсе бағана мен түрінен шошып ем, бүгін что-то не то болып тұрды ғой. Оның өкпесі қандай болды? Кеше деген аяз болып тұрған мына жақ. Не істейсіз, каньонға барамыз дей ма, балалар? Айдана каньонға барамыз депті ғой. Ну ладно, барып келсін онда. Давайте. Все, болды. Болды, давайте. Алла менің бар жағдайым жасап қойған. Сәлематсыз ба, санаға сабаққа қатыспадым, бейсанаға қатысуға болады. Спокойно болады. Ертеңгі сабаққа қатысатын достар, маған қандай өтініш айтасыздар, не туралы айтқанымды қалайсыздар, нені ашып айтқанымды, мақсат қоюды айтқанымды қалайсыздар ма? Байлық зонасын енді біздің сабаққа қатысқандардың бәрі біледі, мақсат қоюды, жазуды. Егер сонда қайталаңызшы десеңіздер, без проблем қайталайын. Ол үй аламын, бала туамын, машина алады, күйеуім, Алла бұйыртса. Аллах бәрін бұйыртады, иншалла. Аллах тағала айтады ғой, пенделердің қолын жайып сұраған кезде дейді, мен қолым бос қайтаруға ұялам дейді екен. Сіздер ма? Золотой коронамен төлесем бола ма? Я. Давай. Ашып кете салаха. Айнұр ханым, добрый вечер. Меня тоже зовут Айнұр. Всех жизненных благ вам. Вы супер женщина. Рахмет. Мен де Сериковнамын негізінде. Мынау не ғой? Таплинг көрсетіп қойыңызшы деп бағланып сұратыр маған. Мынандай ғой, қыздар, достар. Орысша жазасыздар, мен сосын тілімді қисалаңдатып орысша сөйлеймін, ұялып сөйлеймін. Тағы қате сөйлеп қоям ба деп. Так что қазақша жазыңыздаршы. Қайталаңызшы, я первый раз участвую. Ертең бейсанадан байлық зонасын қайталаңызшы. Хорошо. Жандәулетова, сіз үшін қайталайын. Менің сабақтарым көп қой. Әке-шешемен қарым-қатынас туралы сабақ мен үшін өте ауыр. Потому что менің өзіме ауыр тиген сабақ. Жаным қысылып, жылап, еңіреп, мен не үшін бұны жасаймын деп өзімнің жанымды жеп қойған сабақ ол. Вот. Ал енді байлық зонасы сабағында мен рахаттанамын. Мақсат қою, армандау, визуализация. Ой. Мен оны өзі сабаққа қатысқандар айта жатар енді. Прям лапылдап отырып беретін сабақтарын. Бірінші рет қатысатындарға
бірінші рет қатысатындарға 100% емес 200% ұнайды. Мен оны білем ғой өзім, кімге ұнайды, кімге ұнамайды. Бұрын қатысып жүргенде ту мынаны тағы айтып жатсыз ба деп айтуы мүмкін. Бірінші рет қатысатындарға мощно ұнайды. Міне таплингті басасыздар. Міне тұр, иә, басасыздар. Так, ой, таплингті басасыздар. Кез келген реквизитке 3000 теңгені аударасыздар. Бейсанадан, міне скрин жасап алыңыздар, бейсанадан санаға деп аталатын парақшаға чекті жібере саласыздар. Болды. Еш нәрсеге сенбеушілік менде көп. Тым мотивация болмай жүр. Гүлнұр Мараторна. Мамаңызбен сөйлесіңіз. Сізді толық уызына жарған дейтін қазақтың сөзі бар. Толық емізген бекен сізді. Кішкентай кезіңізде сізді апаға, әжеге бақтыруға бермеген бекен, сол жөнінде біліңізші. Ата-анамыздан сәби күнімізде, емшектегі күнімізде ажырап қалған жағдайда өмір бақи өмірге сеніміміз кішкене әлсіреп қалады. Но, оны қалпына келтіруге болады. Ол деген жазылмайтын дүние емес. Блефаропластика жасау күнәға жатады ма айтыңызшы. Күйеуімнің туысқандары мені жақсы қабылдамайды, мені жек көреді. Если жақсы қабылдамай жек көрсе, это ихний проблемы. Өзіңіз қабылдаңыз. Жақсы көріңіз деп айтпай қойын, конечно. Это невозможно өзіңіз жек көретін адам жақсы көру. Но принимайте. Блефаропластикаға енді мощно ғой сіздің сабақтарыңыз. Рахмет, Ләззат. Мен сіздің сабақтан соң 8 жыл ажырасқан күйеуіммен қайтып қосылдым. Сізге біз разымыз дейді. Ой, рахмет. Атыңыз кім? Жамиля ма? Жания ма? Мен Жани. Бақытты болыңыздар. Бәріне сенбей отырам, сосын тез жазғам араласқан адамдармен. Примерно біліп тұрмын сіздің психосоматикаңызды. Примерно біліп тұрмын. Баламды үйлендірсем батаңызды сұрайын деп. Түсінем, келін алғыларыңыз келеді, немере сүйгілеріңіз келеді. Бірақ бала деген үлкен азамат, тұлға, өзінің қалауына беріңіз. Өзінің сүйікті адамына асықпай қосылғысы келетін қалау болса, баланы қинап үйлен деп, оның қате шешім қабылдауына жол бермеңіздер. Ол үлкен адам ғой, оның қақысы бар. Мысал үшін, кішкентай кезде біз аузына баланы тығып жегіземіз. Бала өсті қазір. Мама, мен бұндай жемеймін, мен пияз жемеймін, мен мынаны жеймін деп айта алады. Мама, мен ана туысқаныңызбен араласа алмайды екем. Мен мына жаққа барғым келмейді екен деп айта алады ғой. Не үшін ол сіздің айтқан қалауыңызбен көк костюмді ки бар. Ана туысқанға бар. Ұнатпасаң да баратын бол. Мынандай қызық болды. Сіздерге айтайын, енді өте ұнамайтын әңгіме, мен үшін өте ұнамайтын әңгіме, бірақ айтуға мәжбүрмін. Қалай айтсам екен? Бір келіншек маған қызын алып келеді. Келіншектің өзі қарағандылық. Сосын қызы Алматыға оқуға түседі. Оқуға түскеннен кейін қызы жаңағы отбасылық жолдастары бар ғой енді. Қарағандыдан көшіп кеткен, кішкентай кезінде мынандай бір керемет араласқан отбасы болады ғой, бірге араласқан. Сондай отбасылық достары тұрады екен Алматыға. Сол отбасыға қызымды тұрғызсам дейді. Қыз айтады, мен ол үйде тұрмаймын дейді. Азар да безер болады. Енді анау 2 қабатты үйде тұрады екен, бір бөлмесін берем депті бұл кісінің қызына. Соны ана келіншек айтады, мен қызымды жатақханада тұрғызғым келмейді. Пәтер жалдап тұратындай мүмкіндігім жоқ. Мына үйге неге тұрмайды, бәр жағдайын жасайды. Неге бұл менің қызым ол үйде тұрғысы келмейді? Себебі бұл қызға свобода керек. Бұл қыз бұзылайын деп жүр, бұл қыз құтырайын деп жүр дейді шешесі. Енді қызымен сөйлесем, неге сен барғың келмейді бұтам? Қыз айтады, Айнұр апай дейді, менің 10 жасымда мама мен папамның сол достары үйге келіп, мен ваннада тұрған кезде қолымды жуып, сол папамның досы, жаңағы отбасылық достар, ана кісінің күйеуі, папамның досы келіп менің сандарымнан сипалады дейді. Мен қорқып кеттім қазір дейді. Маған тиіседі екен деп.
қорқып кетті, мен ол адамды көргім де келмейді дейді. Мені дейді да, енді студент болатында үлкен қыз ғой, маған ол тиіскен жоқ, бірақ такое ощущение, как будто он меня изнасиловал дейді. Түсінесіздер ма? Әшейше соны бүйтіп шықпалайды да, барасың. Вот. Ата-анамен қарым-қатынас туралы айтыңызшы ертеңгі сабақта. Міндетті түрде айтамыз. Стақандағы су техникасы арқасында балама Алматыдан пәтер алдық. Сізді тыңдағалы өмірім керемет, үлкен үй соғып жатырмыз, иншаллах. Сізге рахмет, сіз суперсіз дейді. Ақжол, нижний пробел, Фариза, нижний пробел. Жазыңыздар, вот, қалай сізге көмектесті, қалай жұмыс жасадыңыз деп сұраңыздар. Мен 3 рет қатыстым, тағы да қатысам, су техникасын айтыңызшы сабақта. Хорошо. Сіздің есіміңіз кім? Асанова 67-де 10. Именно сіз үшін айтайын. Күйеуінің жақсы қасиетін. Біз мынандайда, өзі сондай хадисте бар ғой. Ер азамат бәрін жасап жүреді бізге. Уақытында келеді, көмектеседі, ауырып тұрсаң демалып алсаш деп айтады. Киноға апарады, ресторанға апарады. Сөйтіп жүрген кезде мен туған күнім болайын деп жатыр. Мен күтем. Маған не береді екен? Мен туған күнім келе жатыр, кішкентай бала ұқсап күтеміз. Менің өзімде болған тура осы жағдай. Позор болдым ғой, қыздар, позор болдым ғой. Содан жаңа туған күн жақындайды, не береді деп. Содан туған күн келеді, ештеңке бермейді, гүл алып келеді. Ұсақпа деп қоясың. Ертесінде кешін күтем, қыз маған береді, қыз маған сыйлық береді. Не береді екен деп. Сыйлық жоқ, шыдай алмай жазып жүргенсің ғой. Бір сыйлық бере салсаң болмай ма? Деп. Сөйтсем айтады маған. 2 сағат шыдағаныңда ғой дейді. Сыйлықты алып қойғам дейді. Соған қолым жете алмай жатыр дейді. Соған қазір барып алып келейін деп шығайын деп тұрғам дейді. Мен сыйлық әпермей тағы қайда кетіп бара жатыр екен деп. Ұялып қалдым да. Өмірде бір сыйлық маңызды сияқты болып жаман болып қалдым. Еркек бәрін істейді. Сол бір гүл әкелмесе болды ғой, оңбаған. Мен всю жизнь мен таскать етіп келем мына үйді. Мен осыны терпет етіп, бұл оңбаған шешесі де маған күн бермеген. Бұл өмір өстейді. Осы үйленген 20 жылда бірде бір рет маған өстімеген, бүйтпеген. Солай ғой қыздар, иә? Бірақ өздеріңізді ол үшін кінәламаңыздар. Күйеуіңізге ренішіңіз бар ма? Күйеу маған сыйлық жасамайды, внимание бөлмейді, қарамайды дей ма? Өзіңізді кінәламаңыз. Скорее всего, өпілкен адамға гүлдің не керегі бар, подаркың не керегі бар, иә? Бала, бұл адамның ішінде кішкентай сәби бар, внутренний ребенок. Сол сәби кішкентай күнінде мамам маған мынаны әпере ма, мамам маған не әпереді деген күтіп үміті үзілген сәби, сол сәби бейнемен қалып кетеді, мысалы үшін менің состояниемде. И жасың 45-ке келген, әлі жүрсің, маған не әпереді екен, ол мен емес, маған ол подарка керек емес, надо будет өзімде сатып алам. Бұл менің ішімде кішкентай Айнұр. Бір сыйлыққа, бір көйлекке, бір ойыншыққа мұқтаж болған Айнұр. Түсінесіздер ма? Сол үшін өздеріңізді кінәламаңыздар. Балалық шағыңызды тура осындай, қазір күйеуімнің вниманиясы жетпейді дедіңіз ғой, назад уақытты шегеріңіз. Балалық шағыңызда кімнің вниманиясына мұқтаж болдыңыз, ойланып көріңізші. Сол кезде сұрақтың жауабы табылады. Сәлематсыз ба? Анам жауында қайтты. Анам қайтқалы туыстар бөрі сияқты болды. Жаныма қатты батты. Не істесе болады? Бір ауыз сөзбен айту өте қиын, жаным сол. Анаңызға Алла иман байлығын берсін. Анаңыз қайтқалы туыстардың бөрі сияқты деген сізге жау сияқты болған сияқты қабылдап тұрсыз ғой. Алламен байланыста болыңыз. Сізге ең жақын құдіретті күш бар, ол Алла. Аллахтың арқасында жүрміз бәріміз. Алла сізді көтереді. Бәрінің алдында мерейіңізді үстем қылып тастайды. Ол үшін істеу керексіз. Ол үшін сұрау керексіз Алладан. Ау қазақтың Айнұр ханым, арулары, Айнұр ханым сіздерге врач емес қой. Ішкен күйеулеріңіз бен бауырларыңыз айтатындай өз орталықтарына апарсаңыздар болмайтын сұрақтар қоймаңыздаршы дейді. Бізде ертең 13 жыл отбасымызға соған мен дәметіп отырсам, бәріміз дәметеміз. Это нормально. Внимание не хватает әйелдің бәріне. Онда еріккен әйелдер ғой ойлайтын, өзіміз гүл түгіл жапырақты алмадық қой, сонда да ерімізді сыйлаймыз. Но скорее всего сізде сыйлық күтіп, жаутаңдау деген нәрсе бала күніңізде болмаған. Қалаған нәрсеңізді апарып, әперіп, еркелетіп, түсіндіріп, жақсы қарым қатынаста болғансыз.
Сізге Аллаңыз жоқсын. Әмин. Су техникасының результатын көргендер бар ма? Нұргүл Исалиева, жаным, біз не айтып отырмыз? 1000 миллион айдың нұры нәтижелер парақшасына кіріңіздер. Атаңа нәлеттер, ай жаман сөз жазбаңдаршы деп өзіңіз жаман сөз жазып отырсыз ғой, Демесінов. Так нельзя. Зачем біреудің атасына нәлет айтып? Азат кәсіпкер. Мен уже Азат ботами шығайын деп жатырмын. Ертең кешке кірем прямой эфирге, сөйтіп қосылам. Ертең біздің бейсанадан санаға деп аталынатын сабағымыз басталады. Азат ертең кешке екеуміз қосыламыз эфирге. Иә, дайындал. Ертең кешкі сағат 22:00-де болады. Сабақ 24 сағат сақталып тұрады. Яғни бүгінге түнде, ертең күндіз, арғы күні кешке беймарал сабаққа тіркеліп үлгересіздер. Эфир сақтаулы болады. Қайырлы түн.